Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырып қан сұйылтудың топ 3 пайдасын айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қанның қоюлануы адам ағзасына түрлі дерттің дендеуіне әкеліп соғуы мүмкін. Қанды қалыпты жағдайда ұстап тұру мен қан сұйылту тәсілдері туралы пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Қан ағзадағы ішкі сұйық ортаның бірі. Қанның құрамында негізгі 3 элемент бар. Ол эритроцит, лейкоцит және тромбоцит. Эритроцит оттекті тасымалдаса, лейкоцит микробты өлтіреді, ал тромбоцит қорғанысқа жауап береді. Қанды ұйыту да осы тромбоциттің жұмысына тікелей қатысты. Мәселен, сіз жарақат алсаңыз, жараның бетіндегі қан қоюланады. Мұның адам өміріндегі маңызы өте зор. Себебі жарадағы қан ұю арқылы ағзаны қансыраудан сақтайды. Алайда тамырдың ішінде қан ұйып қалатын жайттар да орын алып жатады. Ол жағдай жалпы қан айналымы жүйесіне кері әсер етіп, адам өміріне қауіп төндіреді. Көбіне үлкен кісілерде қан сұйылту үшін дәрігерлер аспирин кардио, тромбоаз және тағы да басқа дәрілерді ішу керектігін айтады. Бұл дәрілердің қайсысын болмасын ұзақ ішкендіктен асқазан мен адамның іш құрылысының түрлі органдарына кері әсері болады. Әсіресе гастрит болуы мүмкін. Негізі дәрілерді пайдалану керек, бірақ 3-4 ай қабылдаған кезде аурудың симптомы білінген жағдайда дәрігерге көрініп, анализ тапсырып білу керек. Егер таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалып, кейін қайтадан жалғастыруға болады. Қан сұйылтудың бірінші пайдасы ол кәдімгі табиғи таза су. Таза су ол алғашқы медицина. Кіршіксіз мөп-мөлдір сұйықтыққа бар тіршілік тәуелді. Сусыз өмір жоқ. Барлық тіршілікке нәр беретін судың адамзат өмірінде алатын орны ерекше. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішсеңіз, талай аурудың алдын аласыз. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Ғаламторда көпшілік арасында 3-4 литр су ішу керек деп жатады. Ол дұрыс емес. Адамға күніне 1 немесе 1,5 литр су ішсе, сол жеткілікті болады. Бұл таза су болуы керек. Сіздің ішкен шай, кофе, шырын секілді жалпы сұйықтықтарыңыз саналмайды. Егер суық су ішкіңіз келмесе, үй температурасындағы жылы суды ішуге болады. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға 1 стақан су ішуден бастау керек. Қарапайым мысал, егер сіз бір жеріңізді кесіп алғанда, немесе анализде саусағыңыздан қан алған кезде, қанның қою қара қышқылдау болып, тез ағып кетпей бөлініп тұратындығын байқауға болады. Бұл қанның құрамындағы гематокриттің жоғары екенін көрсетеді. Екінші мысал, кофе мен алкогольді ішімдікті аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, ол қанды қоюландырады. Арақ, шарап та қанның қоюлануына әкеліп соғады. Олар қан тамырларын атеросклероз пайда болады. Тұздалған көкөністерді де көп жемеу керек. Кептірілген қышқыл тағамдар да адам ағзасына зиян. Сондықтан оларды белгілі бір мөлшерде қолданған дұрыс. Екінші қан сұйылтудың пайдасы ол сүлік салу. Сүлікпен емдеу әдісі көптеген жылдар бойы қолданылып келеді. Бұл жәндікті ем ретінде біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда пайдаланылған. Қазіргі таңда сүліктердің 400-ге тарта түрі бар. Алайда олардың ішінде медицина сүлігі ғана емге пайдаланылады.
Сүлікпен емдеу тәсілі заманауи емдеу тәсілдерінің ішінде бірінші деңгейден орын алады. Үшіншісі, қанды дәрілік шөптер көмегімен сұйылту. Адам ағзасына қан сұйылтуда өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалардың жөні бір басқа. Адам баласы өсімдіктерді сонау көне дәуірден бастап, күні бүгінге дейін қажетіне жаратып келеді. Әсіресе халық емшілігінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығынан дәрілік заттар алынады. Қанды сұйылтуға екі түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік түйе жоңышқа, донник және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайталау керек болады. Тағамға сарымсақ, аскөк, балдыркөк және ақжелкенді қосып жесе, ол да адам ағзасына пайдалы. Қанның қоюлануының бірден-бір себебі ол күйзеліс, стресс. Күйзеліс адамдардың жұмыстағы қарым-қабілеті мен айналасындағылармен өзара байланысына, өмір сүру сапасына айтарлықтай әсер етеді. Депрессияның ең ауыр формасы адамның өз-өзіне қол жұмсауына дейін алып келуі мүмкін. Сонымен қатар күйзеліс қанның қоюлануына үлкен себептің бірі. Өмір болған соң күйзеліс болмай тұрмайды. Күйзелістен арылу үшін тыныштандыратын шөптер, шүйгін шөп, тау жалбызы және долана тұнбаларын ішіп отыру керек. Дәрілік шүйгін шөп көп жылдық шөптектес өсімдік болып табылады. Бұл өсімдіктің тамырының құрамында эфир майлары, сірке қышқылдары, крахмал және қант бар. Дәрілік шикізат ретінде гүлдегеннен кейін күз айларында сабағы мен жапырағы қурай бастағанда тамыры қазып алынады. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емделу жолдарын қолданбағандарыңыз жөн. Назар аударыңыз, бұл мәліметтер тек қана ақпараттық танымдық мақсатты көздейді. Мұнда айтылғандар кәсіби дәрігер маманның консультациясын алмастыра алмайды. Ол диагностика немесе емдеу емес. Өзін емдеу денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Аурудың алғашқы белгілері көріне бастағаннан дәрігерге көрінуіңізді сұранамыз.